Мен сіздерге қазір бір сұмдықты көрсетем. Сұмдық болғанда керемет. Жаңа көріп, шыдай алмай далаға шықтым. Кішкене өзімнің нервімді қалпына келтірейін деп. Бір тойда тамада былай істеді. 5-6 келіншекті шығарып алды. Содан кейін қазақтың келіншектері. Содан кейін соларға айтты. Ана ойын бар ғой. Тамада бір нәрсені атады, бір затты атайды, соны жүгіріп кеп ету керек. Қаламсап десе жүгіріп барып бір қаламсапты алып келу керек. Тойда отырғандардың ішінен. Қасық десе жүгіріп барып қасықты алып келу керек. Соның 5-6 затты осылай атады да, аяқ жағында женский капроны деді. Сонда ана ойнап жүрген екеу қалған, екі келіншек не істеді деп ойлайсыздар, қазақтың келіншектері. Демелерін етектерін көтеріп жіберіп, бұттағы капрондарын шеше бастады. Ана біреуінікі қысқалау екен, тез көтеріп жіберді, сыпырып алды, капронды сата қойды. Қанша 100 адам отырма, 200 адам отырма, үлкендер отырма, еркектер отырма, саның жарқ-жарқ етіп алды, көтерді, етегін шешіп жіберді, бере қойды. Содан оған бірінші орын берді. Содан күйеуі шықты. Не істеді деп ойлайсыздар? Келіп тамадан ауыздан перді ме? Арсыз деп. Әйелдерді не олай талап етесің деп. Басқа ұлттар болса солай істейтін еді. Менің әйелімнен, менің қарындастарымнан мына аналар отырған жоқ. Неге сен осыны ойын істедің деп. Жоқ, олай істеген жоқ. Әйелін шапалақпен ұрып, шашынан сүйреп далаға лақтырды деп ойлайсыз? Жоқ, оны да істеген жоқ. Жүгіріп шығып, анау ездігін көрмейсің, не деген ез жігіт анау күйеуі. Ана әйелімен бірге қолын шапалақтап, орында секендеп, бала құсап, сыйлық ұтқаннан мәз болып жүр. Ана жерде бар ғой, сыйлық берем десең, әйеліне киімді шешкісетін түрі бар ананың. Құдай сақтасын, аналарға айтуға ауыз бармайды. Қанша адамның алдында соны тамада айтты, соны істеткізді, анау етегін көтеріп жіберді, капрон шешті. Не деген сұмдық, мұны айтыңдаршы, жігіттер. Қайда бара жатырмыз, а? Кім тоқтатады? Мында тамадаларды ана жерде орнын атып тұрып, жүгіріп келіп, желкесінен алып, далаға алып шығып, сен иттің ғана баласы, ана жерде менің апайларым отыр, менің аналарым отыр, менің әйелім қарындасым отырмын. Сен не істедің деп, жағын сындырып жібермеймін ана жерде. Сонда жігіт табылмады ғой, қанша адамның ішінен. Әй, білмеймін, кейден біз сонда езбіз бе деп ойлаймын, жуас емес. Езбіз ғой деймін осы. Мынаны жуастық деп айтуға келмейді. Ездік мынау. Ерліктен айырылып ездікке кеттік қой деймін.